Келіні енесінің аяқ киімін сүртіп болып, орнынан тұрды да, оның көзіне тіке қарап: «Сіз жұмыстан қуылдыңыз», деді. «Мәссаған». Осыдан 5 минут бұрын ғана ол дәрменсіз құрбан сияқты еді. Қалайша бір сәтте бәрі асты, үстіне түсті. Оқиғаның соңы сізді жылатады да, қуантады да. Алматының шеткері аудандарының бірінде орналасқан Жайлы мекен атты шағын дәмхананың іші жаңадан тартылған кофе мен дәмқабық қосылған тәтті бөлкенің хош иісіне бөленіп тұрған еді. Мадина жұмыс киімінің омырауына тағылған бейжігін түзеп қойып, есіктен кірген кезекті қонақты жылы жүзбен қарсы алды. «Қайырлы күн», бір адамға күніне 10-даған рет қайталайтын дағдылы сөзі еріксіз аузынан шықты. Үстіне тым сәнді болмаса да, сымбатты тұратын костюм киген жас жігіт иіліп амандасты. «Я, мүмкін болса, терезенің жанынан орын берсеңіздер», деді ол. Оның дауысынан Мадина үйреніп қалған дәулетті клиенттерге тән паңдық пен менмендік мүлдем сезілмеді. Мадина оны бос үстелге бастап бара жатып, жігіттің білегіндегі сағатқа көзі түсті. Жергілікті байсымақтар тағатын 15-20 мың теңгелік Қытайдың қолданбасы емес, нағыз сапалы бұйым екені көрініп тұр. «Мәзірді әкелейін бе?» деп сұрады ол. Жігітке тым қадалмауға тырысып. «Я, сосын маған қансыз қара кофе әкелсеңіз», деді де, жігіт былғары сөмкесінен ноутбугын шығарды. «Кешіріңіз, жақын маңда розетка бар ма?» Мадина үстелдің түбіндегі розетканы көрсетті. Өзі мәзірге кеткенше, жігіт ноутбугын тоққа қосып, бірден жұмысқа кірісіп кетті. Жайлы мекен. Қаладағы ең таңдаулы орындардың қатарына жатпайтын, бірақ тамағы дәмді, бағасы қолжетімді, үйдің берекесі сезілетін жер еді. Мадинаның мұнда әкімші болып жұмыс істеп жүргеніне 3-ші жыл. Ол жұмысын нархоздағы экономика факультетінің кешкі бөліміндегі оқуымен қатар алып жүрген. Осыдан 5 жыл бұрын әке-шешесі жол апатынан қайтыс болып, Мадина тас жетім қалған еді. Жалғыз жақыны ауылдағы кәрі әжесі оған тек демалыс күндері барып тұрады. «Кофеңіз дайын». Мадина кесені үстелге қойып жатып, ноутбуктың экранына еріксіз көз жүгіртті. Ашылып тұрған құжаттарға қарағанда, жігіт заң саласының қағаздарымен айналысып отырған сияқты. «Рахмет», деп жігіт басын көтергенде, Мадина оның жылы жүзінен қысылып қалды. «Кешіріңіз, қызық көріп сұрап тұрмын. Бұл коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру шарт емес пе?» деді ол күтпеген жерден. Жігіт таңырқай қарап, қасын көтерді. «Сіз заң құжаттарынан хабарыңыз бар ма?» «Жоқ», деп жымиды Мадина. «Мен экономикада оқимын. Өткен семестрде шаруашылық құқығы деген пәннен өткенбіз». «Онда дөп бастыңыз». «Бұл шынында да жалдау шарты. Және айта кетейін, онша сәтті жасалмаған шарт екен», деп ол жымиып, қолын ұсынды. «Менің есімім Данияр». «Мадина». Ол жігіттің қолын алды. Қолы нық, бірақ өктемдік сезілмейді. Олардың алғашқы таныстығы осылай басталды. Данияр дәмханаға жиі келетін болды. Мадинамен әрдайым жылы амандасып, ара-тұра қалжыңдасып қоятын. Ол өте тәрбиелі еді. Басқа клиенттер сияқты Мадинаға төменгі саттағы қызметші деп қарамады. Бірде түскі үзіліс кезінде Мадина Даниярдың баяғы үстелінде отырғанын көрді. «Маған серіп болмайсыз ба?» деді Данияр қыздың қарап тұрғанын байқап. Олар бетпе-бет отырып, әңгімелесе бастады. Мадина бұл жігітпен сөйлесудің соншалықты оңай екеніне таңғалды. «Неге дәл осы дәмхананы таңдадыңыз?» деп сұрады қыз. «Орталықта бұдан әлде қайда салтанатты жерлер көп қой?» «Ол жерлерде паңдық көп те, жан жоқ», деп жауап берді Данияр. «Ал мұнда тыныш, жұмыс істеуге ешкім кедергі келтірмейді. Әрі дәм қабық қосылған бөлкелеріңіз керемет». Мадина күліп жіберді. «Бұл біздің Гүлнар апайдың құпия рецепті. Ол кісі мұны ертеректе, жас кезінде үйренген екен. Біздің заманда өзгермей қалатын нәрсе аз қой», деді Данияр ойланып. «Баяғы бір фильмде айтылатын еді ғой. 20 жылдан кейін ештеңе қалмайды, тек теледидар болады деп.
Ал қазір теледидардың өзі екінші планға шықты. Сіз ол фильмді көрдіңіз бе? Деп Мадина таңғалды. Ол ескі, кеңестік фильм ғой. Неге, жастарға ескі жақсы кино көруге болмайды ма? Деп жымиды Данияр. Меніңше сол киноларда қазіргі фильмдерге қарағанда өмірдің шындығы көбірек. Олар Мадинаның үзілісі біткенше сөйлесті. Қыз сағатына қарап. Маған жұмысқа оралу керек, деді өкінішпен. Мүмкін бір күні осы жерден тыс жерде кездесерміз, деді Данияр күтпеген жерден. Мәселен, киноға барармыз. Мадина сәл ғана ойланып, қуана, деді. Олар телефон нөмірлерін алмасты. Мадина жүрегінде бір ерекше сезіммен жұмысына кірісті. Тек үйіне келгенде, әлеуметтік желіні қарап отырып, бір қайырымдылық кешінен түскен суретке көзі түсіп, қатып қалды. Суретте Данияр бір сымбатты, жасы 50 шамасындағы әйелдің қасында тұр екен. Астындағы жазуда Роза Бибіқызы баласымен жыл сайынғы қайырымдылық аукционында деп жазылған. Роза Бибіқызы. Бұл есімді бүкіл қала білетін. Облыстағы ең ірі достық маркет дүкендер желісінің иесі. Аты аңызға айналған іскер әйел. Оның 90-шы жылдары кішкентай дүңгіршектен бастап, қазір миллиондаған дәулет жинаған туралы ел арасында әңгіме көп еді. Енді түсінікті, неге жақсы киінетіні? Деп күбірледі Мадина, көңілі су сепкендей басылып. Мен болсам ақымақ, армандап жүрмін. Сол сәтте телефоны шырылдады. Экранда Даниярдың есімі көрінді. Мадина сәл кідіріп барып жауап берді. Сәлем. Даниярдың даусы жып-жылы естілді. Мен қандай фильмдерді ұнататынымды сұрауды ұмытып кетіппін. Бағдарламада махаббат қызық, мол жылдар мен ескі комедиялар бар екен. Данияр, деп Мадина оның сөзін бөліп жіберді. Даусын нық шығаруға тырысып. Сен неге маған Роза Бибіқызының баласы екенінді айтпадың? Тұтқаның арғы жағында тыныштық орнады. Оның бір маңызы бар ма? Деп сұрады ол ақыры. Білмеймін, деп шынын айтты Мадина. Жоқ шығар. Тек бір түрлі екен. Сен достық маркет империясының ерке мұрагеріне мүлдем ұқсамайсың. Данияр күліп жіберді. Өйткені мен мұрагер емеспін, дұрысы. Анам менің өз жолын қуғанымды қалайды. Бірақ менен өз жоспарым бар. Мен заң фирмасында жұмыс істеймін. Пәтерімнің ақысын өзім төлеймін. Тегімді пайдаланбай-ақ бір нәрсеге қол жеткізе алатынымды дәлелдегім келеді. Шынымды айтсам, сен алдағым келмеген. Тек адамдар менің кімнің баласы екенімді білгенде, маған деген көзқарастары бірден өзгере бастайды. Мадина үнсіз қалды. Оның ішінде Даниярдың бұл шындықты жасырғанына деген ренішпен, оның тәуелсіз болғысы келетін ерік жігеріне деген құрмет сезімдері араласып жатты. Сонымен кино қалай болады деп сұрады Данияр сәлден соң. Бас тартсаң түсінемін. Жоқ, деді Мадина нық дауыспен. Мен айныған жоқпын. Комедия көргім келеді. Керемет. Ертең кешкі 7-де Арман кинотеатрының алдында кездесейік. Келістік. Мадина телефонды қойып қараңғы бөлмеде біраз отырды. Басында әжесінің үнемі айтатын сөзі айналып тұрды. Есінде болсын, қарағым. Бай мен кедей, май мен су сияқты, ешқашан араласпайды. Егер тағдыр сені байлармен жолықтырса, ешқашан намысыңды таптатпа. Кедейлік әмияныңның ғана жұтаңдығы, жүрегіңнің жұтаңдығы емес. Көре жатармыз, әже, көре жатармыз, деп күбірледі Мадина. Кинотеатрдағы кеш үлкен сезімнің бастауы болды. Фильмнен кейін олар саябақта түн жарымына дейін серуендеп, армандары мен мақсаттары туралы ұзақ сөйлесті. Уақыт өте келе олардың кездесулері жиіледі. Олар Мадина тұратын шеткері аудандағы ескі 5 қабатты панельканың алдына тоқтады. Данияр көліктің моторын өшіріп, жымиып қарады. Шайға шақырмайсың ба? Мадина іркіліп қалды. Оның небәрі 27 шаршы метрлік шағын пәтері Данияр үйренген салтанатты үйлердің қасында тым қораш көрінетіні аныш. Үй жиналмаған еді.
деп өтірік айта салды. Өтірік айтасың, деді Данияр биязы дауыспен. Бірақ мен міндеттемеймін. Тек сенің қалай тұратыныңды көргім келеді. Мадина терең дем алып. Жақсы, бірақ таңғалма. Әкімшінің жалақысына Версай сарайын сала алмаймын, деді. Мадинаның пәтері кішкентай болғанымен өте тап-тұйнақта екен. Қабырғада бірнеше кино постерлері, терезе алдында құмырадағы гүлдер, қарапайым жиһаз және оқулықтар мен ескі классикалық кітаптар тізілген сөре. Жайлы екен, деді Данияр, айналасына шынайы ризашылықпен қарап. Дәл өзің сияқты. Қалайша? Деп сұрады Мадина, шәйнекке су толтырып жатып. Бәрі нақты. Артық ештеңе жоқ. Бірақ жүрек жылуы бар, деді ол, қабырғадағы суретке үңіліп. Суретте Мадина егде жастағы әйелмен ауыл үйінің алдында тұр екен. Мынау әжең бе? Иә, Мадина жымиды. Бұл өткен жазда ауылда түскен суретіміз. Қаладан 100 шақырым жердегі ауылда тұрады. Демалыс сайын барып тұруға тырысамын. Ал ата-анаң ше? Деп сұрады Данияр. Бірақ Мадинаның жүзі бірден мұңайып кеткенін көріп, өкініп қалды. Осыдан 5 жыл бұрын қайтыс болған, деді ол бәсең дауыспен. Тас жолдағы апат. Жүргізуші мас болған екен. Данияр үнсіз келіп оны құшақтады. Қыз жыламады. Тек басын оның иығына сүйіп, иіссуының иісін сезіп біраз тұрды. Кешір, деп сыбырлады Данияр. Ештеңе етпейді. Мадина одан ажырап, жымиды. Әркімнің өз қайғысы бар. Әжем айтады. Өмір деген зебра сияқты. Бүгін қара жолақ болса, ертең міндетті түрде ақ жолақ болады деп. Шәйнектің ысқырығы ыңғайсыз тыныштықты бұзды. Данияр кішкентай үстелге жайғасып, Мадинаның шай дайындағанын бақылап отырды. Мәш! Ол Даниярдың алдына хош иісті шай мен кесеге салынған печенье қойды. Мәртебелі қонаққа арналған қарапайым дәм. Қойшы, деп Данияр басын шайқады. Мен де сен сияқты адамын. Айтпақшы бір жаңалығым бар. Мен Қанаттың заң фирмасына жұмысқа тұрдым. Стажер емес, толыққанды заңгермін. Кіші бизнесті істермен айналысамын. Құттықтаймын, Мадина шын жүректен қуанды. Демек, өз жолыңмен жүруге бел буған екенсің ғой. Иә, анам әрине наразы. Мұны менің кезекті еркелігім деп есептейді. Бірақ мен өз өмірімді Роза Бибі қызының есімінсіз құрум керек. Түсінесің бе? Мадина басын изеді. Ол бұл жігітті күн өткен сайын тереңірек түсініп келе жатқандай еді. Олардың алғашқы сүйісуі жаңа жыл қарсаңында. Қала оттары жарқырап, жағалауда серуендеп жүргенде болды. Данияр кенет тоқпай қалып, оны өзіне қаратып, ақырын ғана сүйді. Сондай нәзік, рұқсат сұрағандай биязылықпен. Жаңа жылды олар Мадинаның пәтерінде екеуі ғана қарсы алды. Түн ортасында Даниярдың телефоны шыр ете қалды. Мама, мен достарыммен боламын дедім ғой. Деді ол терезеге бұрылып, даусы қатайып кетті. Жоқ, қазір бара алмаймын. Я, сенімдімін. Жақсы, ертеңге дейін. Бір нәрсе болды ма? Деп сұрады Мадина ақырын. Анам іскер серіктестеріне қонақасы беріп жатыр екен. Менің онда болмаған машулы. Данияр күрсінді. Бірақ бұл маңызды емес. Дегенмен, Мадина мұның маңызды екенін, және ерте ме кеште Роза Бибі қызының қарсылығына тап болатынын сезіп жүрді. Нағыз дауыл ақпан айында басталды. Данияр Мадинаны досы Арманның туған күніне шақырды. Кеш қала орталығындағы ең беделді мейрамханалардың бірінде өтетін болды. Праздник проходил в престижном ресторане в центре города. Менің барғаным дұрыс па? Деп уайымдады Мадина. Жеңілдікпен алған жалғыз кешкі көйлегін киіп жатып. Әрине, Арман менің ең жақын досым. Сен оған ұнайсың. Данияр оның бетінен сүйді. Ақжайын мейрамханасы оларды хрусталь люстралардың жарығымен және бәсең музыкамен қарсы алды. Арман оларды жылы қабылдап. Ақыры Лёшканың көзін жайнатқан қызбен танысатын күн туды ма? Деп қалжыңдады. Кеш көңілді өтіп жатқанда,
Мадина Даниярдың жүзі өзгеріп кеткенін байқады. Оның қараған жағына көз салса, қымбат костюм киген, паңдана басқан Роза Бибі қызы олардың үстеліне тіке келе жатыр екен. Ол дәл Мадина елестеткендей еді. Сұлу, күтінген, сымбатты. Бірақ жанары мұздай суық. Данияр, сені мұндан да көремін деп ойламаппын. Роза Бибі қызының даусы майда, бірақ ішінде зіл бар еді. Арманым туған күніне келетініңді айтпап едің. Ал сіз Арманның әке шешесімен таныс екеніңізді айтпап едіңіз, деді Данияр орнынан тұрып. Дүние тар ғой балам. Роза Бибі қызы көзін Мадинаға бұрды. Ал мынау, менің хабарымсыз жүрген құпияң болса керек. Мама, таныс болыңыз, бұл Мадина. Данияр қыздың қолын ұстады. Мадина, бұл менің анам, Роза Бибі қызы. Танысқаныма қуаныштымын. Мадина қолын ұсынды, бірақ әйелдің суық жанарынан бойы тітіркеніп кетті. Роза Бибі қызы қыздың саусақтарын ғана әрең ұстап, бірден жібере салды. Өзара. Мадина, шай жөде жұмыс істейсіз. Жайлы мекен дәмханасында әкімшімін, деді Мадина. Жүрегі атқақтап соқса да, сабыр сақтауға тырысып. Қызық екен? Роза Бибі қызы жымиды, бірақ көзі күлмеді. Оқитында шығарсыз. Пысық қыз көрінесіз. Иә, нархозда, экономикада, кешкі бөлімде. Жақсы екен. Данияр, сенімен 1 минут сөйлесуге болады ма? Олар шетке шығып кетті. Мадина олардың сөзін естімесе де, Даниярдың иығы жиырылып, анасының айтқанына басын шайқап тұрғанын көрді. Бірнеше минуттан соң Роза Бибі қызы Мадина жаққа бұрылып та қарамастан мейрамханадан шығып кетті. Не деді? Деп сұрады Мадина ақырын. Маңызды ештеңе емес, деді Данияр. Бірақ ренжулі екені көрініп тұрды. Тек түнде Мадинаны үйіне шығарып салып тұрып шынын айтты. Ол сені менің ақшам үшін жүр деп ойлайды. Сенің ниетің арам дейді. Мадина тоқтап қалды. Ал сен ше? Мен оған қателесетінін, сені жақсы көретінімді, және оның пікірі ештеңені өзгертпейтінін айттым. Ол Мадинаны құшақтады. Бұл шындық. Мен сені шын сүйемін, Мадина. Мадина оның кеудесіне басын қойды. Көзіне жас іріктелді. Мен де сені сүйемін. Бірақ анаңның мұны ешқашан қабылдамайтыннан қорқамын. Көнуіне тура келеді, деді Данияр нық дауыспен. Оның ескі көзқарастары үшін мен махаббатынан бас тартпаймын. Бірақ Мадина іштей түсініп тұрды. Нағыз күрес енді басталды. Роза Бибі қызы оңай беріле салатын адам емес. Көктем күтпеген жерден келіп, қыстың соңғы қарын ертіп жіберді. Мадинаның өмірі енді үнемі уайыммен өтетін болды. Роза Бибі қызымен кездесуден кейін олардың қарым-қатынасына бір суықтық түскендей еді. Алғашқы соққы наурыздың соңында келді. Мадина жұмысқа келгенде дәмхана иесі Алла апайдың жүзі түсіп кеткенін көрді. Алла апай, бір нәрсе болды ма? Деп сұрады Мадина. Мадина, жалдау ақысымен қиындықтар болып жатыр. Орынның иесі кенет бағаны 2 есе өсіріп жіберді. Мен мұны төлей алмаймын. Жабылуға тура келеді. Қалайша? Кеше ғана бәрі жақсы еді қой. Өзім де аң-таңмын, Алла апай күрсінді. Таңертең басқарушы компаниядан хабарласты. РВ Инвест деген компания бүгіннен бастап шарттар өзгерді. Не төлейсіздер? Не шығасыздар дейді. Мадинаның бойы мұздап кетті. РБ Инвест, Роза Бибі қызы. Кездейсоқтық па? Әлде... Кешке ол мұны Даниярға айтты. Оның қабағы түйіліп кетті. Бұл анамның қолтаңбасы, деді ол. Оның коммерциялық жылжымайтын мүлікпен айналысатын компаниясы бар екен рас. Мен онымен сөйлесемін. Анамен сөйлесу оңай болмаған сияқты. Данияр Мадинаға түнеріп оралды. Ол бәрін жоққа шығарады. Бұл жай ғана бизнес шешім. Сендерге қатысы жоқ дейді, деді ол шаршап. Бірақ мен оның өтірік айтып тұрғанына сенімдімін. Ол өзінің билігін көрсеткісі келеді. Енді не болады, деп сұрады Мадина жайлап.
Ал апай мұндай ақшаны таба алмайды. Мен жұмыссыз қаламын. Мен Арманмен сөйлестім. Оның әкесінің құрылыс компаниясы бар. Оларға құжаттармен айналысатын адам керек екен. Данияр оны құшақтады. Әкімшілік тәжірибем бар. Зам жағын мен үйретемін. Жалақың дамханадан көп болады. Мадина оны ақырын итеріп жіберді. Сен менің мәселелерімді бай достарың арқылы шешпексің бе? Бұл менің намысыма тиеді, Данияр. Неге намысыңа тиеді? Мен жай ғана көмектескім келеді. Білемін және бағалаймын. Бірақ мен бәріне өзім жетуім керек. Жұмысты да ешқандай таныссыз. Өз күшіммен табуым маңызды. Түсінесің бе? Данияр оған таңдана қарады. Түсінемін. Және бұл шешіміңді құрметтеймін. Бірақ ойыңнан айнысаң, ұсыныс күшінде. Бір аптадан соң Мадина шағын жеке клиникаға әкімші болып жұмысқа тұрды. Жалақысы аздау болса да, өмір сүруге жететін. Ал Данияр болса, анасынан барған сайын алшақтай берді. Ол қаланың басқа ауданынан пәтер жалдап, зан фирмасындағы жұмысына басымен кіріп кетті. Вскоре ему поручили первое серьезное дело. Защитить интересы группы поставщиков, которые обвиняли крупную торговую сеть в невыплате средств. «Қай жер екен тапшы?» деді Данияр Мадинаға мысқылдап. «Достық маркет пе?» Мадина таңғалғанды жоқ. Дәл солай. Данияр басын изеді. Анам өзінің үйреншікті тактикасын қолданып отыр. Жеткізушілердің оған тәуелді екенін біліп, ақшаларын кешіктіреді. Кейбіреулері төлем күтемін деп банкрот болып қалған. Сен өз анаңа қарсы шықпақсың ба? Деп сұрады Мадина абайлап. Мен әділетсіз бизнеске қарсы шығамын, деп түзетті Данияр. Анам өз әрекеттерінің дұрыс емес екенін түсінуі керек. Мен бұған үнсіз қарай алмаймын. Сол күні кешке Роза Биби қызы баласына қоңырау шалды. Мадина әңгіменің тек үзінділерін ғана естіді. Бірақ бұл да жеткілікті еді. Жоқ, мама. Мен бұл істі тастамаймын. Сіз менің кәсібилігім туралы не ойласаңыз да бәрібір. Я, қаржылық жағдайды білемін. Бірақ бұл менің шешімді өзгертпейді. Телефонды қойғанда Данияр қашып кеткендей көрінді. Ол мені қаржылық көмектен айыратынын айтты. Егер сотта компанияға қарсы шықсам, мұрагерлікті ұмыт деді. Бұл бопсалау ғой. Бұл оның әдісі, деп мысқылдады Данияр. Ол мені өмір бойы ақшамен басқарып келді. Бірақ енді менің өз жұмысым, өз баспанам бар. Мен енді оған тәуелді емеспін. Мадина оны құшақтады. Мен сенімен біргемін. Не болса да. Достық маркетке қарсы іс жергілікті бақта үлкен шу тудырды. Жас заңгер өз анасына қарсы шықты деген тақырыптар газет беттерінен түспеді. Данияр түсініктеме беруден қашқанымен, жұрт бұл отбасылық жанжалды қызу талқылады. Бірде жұмыста отырған Мадинаның алдына ақ шашты, байсалды бір кісі келді. Ол өзін Бақытжан Ибрагимұлы деп таныстырып, оңаша сөйлесуді өтінді. Мен сіздің кім екеніңізді және Даниярмен қарым-қатынасыңызды білемін, деді ол бірден. Сондықтан сізге жұмыс ұсынғым келеді. Қандай жұмыс? Мадина сақтана сұрады. Мен базар мұра желісінің иесімін. Бақытжан Ибрагимұлы жымиды. Я, біз Роза Биби қызының басты бәсекелесіміз. Маған сатып алу бөлімі басшысының көмекшісі ретінде ақылды, білімді адам керек. Неге мен? Мадина тіке сұрады. Менің бұл салада тәжірибем жоқ қой. Сіз ақылдысыз, экономист болып оқып жатырсыз. Ең бастысы, Роза Биби қызының жұмыс әдістерін Данияр арқылы жақсы білесіз. Бақытжан Ибрагимұлы кібірді. Оның үстіне мен сізді зерттеп көрдім. Сіз адал әрі намысты адамсыз. Қазіргі заманда бұл сирек кездесетін қасиет. Сіз мені Роза Биби қызына қарсы пайдаланғыңыз келе ме? Мадина орнынан түрегелді. Онда әңгіме бітті. Мен Даниярның анасын ұнатпасам да, оны аңдымаймын. Тоқтаңыз. Бақытжан Ибрагимұлы оны тоқтатты. Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Мен сізден заңсыз ештеңе сұрамаймын. Маған жақсы маман керек. Ал бәсекелестің әдістерін білу, бұл бизнестің қалыпты жағдайы. Оның үстіне,
Ол даусын бәсеңдетті. Роза Бибіқызы өте лас ойын жүргізіп отыр. Тек жеткізушілермен емес, жұмысшылармен де. Ол Мадинаға бір папканы ұсынды. Мұнда достық маркеттің бұрынғы жұмысшыларының арыздары бар. Еңбек заңын бұзу, қысым көрсету, бопсалау. Данияр бұл жүйеге қарсы шығып, дұрыс істеді. Біз оған көмектесе аламыз. Мадина құжаттарды парақтап шықты. Бойында бір сенімділік пайда болды. Бақытжан Ибрагимұлы шындықты айтып тұрған сияқты. Менің міндетім не болмақ, деді ол ақыры. Алдымен құжаттарды зерттеп, істің мәніне үңілу. Тексеру органдарға материалдар дайындауға көмектесу, деді Бақытжан Ибрагимұлы. Ешқандай аңду жоқ. Тек ресми құжаттармен жұмыс істейсіз. Мадина ойланып қалды. Ұсыныс өте тартымды еді. Жалақы қазіргісінен 2 есе көп, мансаптық өсу мүмкіндігі бар, университетте алған білімін іс жүзінде қолдана алады. Мен ойлануым керек. Және Даниярмен сөйлесуім қажет, деді ол. Әрине, міне визиткам. Шешіміңді апта соңына дейін күтемін. Данияр бұл жаңалықты сабырлы қабылдады. Бақытжан Ибрагимұлы қатал, бірақ адал кәсіпкер. Егер ол жұмыс ұсынса, бұл үлкен мүмкіндік. Оның үстіне ол жымиды. Бұл анамның ашуына одан сайын тиеді. Бірақ бұл жау жаққа өткен сияқты көрінбей ме? Деп уайымдады Мадина. Бұл бизнес, соғыс емес. Данияр иығын қиқаңдатты. Бірақ анам үшін бұл соғыс болуы да мүмкін. Қалай болғанда да, шешім өзінде. Мадина Бақытжан Ибрагимұлының ұсынысын қабылдап, жұмысқа кірісті. Ол тез арада бәрін меңгеріп кетті. Оның талдау жасауға және ақпаратты жүйелеуге деген таланты бар екені белгілі болды. Бақытжан Ибрагимұлы оны ұқыптылығы үшін жиі мақтайтын. Ал Данияр жүргізіп жатқан достық маркетке қарсы іс одан сайын қарқын алды. Сот мәжілістері бірінен соң бірі өтіп жатты. Роза Бибіқызының ашулы екені және сатқындарды құртамын деп ант ішкен туралы қауесеттер жетіп жатты. Бірде кешке Мадина үйіне келгенде Даниярдың терезеге қарап ойланып отырғанын көрді. Не болды? Деп сұрады ол уайымдап. Сот біздің талап арызымызды қабылдамады, деді Данияр бәсең дауыспен. Анам бәрін шешіп қойған сияқты. Бізде барлық дәлелдер болды. Бірақ судья оларды елемей қойды. Мадина оның қасына отырып, қолын қысты. Мен күресті тоқтатпаймын, деді Данияр сәлден соң. Апелляция беремін. Жаңа дәлелдер табамын. Ол мәңгі жауапкершіліктен қашып құтыла алмайды. Мен сенімен біргемін, деді Мадина жайлап. Бірақ бәлкім үзіліс аларсың. Бұл күрес сені қатты қажытып жіберді. Ал жеткізушілер ше? Оның айласынан бизнесінен айырылған адамдар ше? Данияр басын шайқады. Мен оларды тастай алмаймын. Сол түні олар болашақ туралы, әділдік туралы, ақша мен таныс бәрін шешетін жүйеге қарсы тұрудың қаншалықты қиын екені туралы ұзақ сөйлесті. Таңға жоқ Данияр кенет. Білесің бе? Мен менің жарым болғаныңды қалаймын, деді. Мадина оған таңырқай қарады. Бұл ұсыныс па? Нағыз өзі, деп жымиды ол. Мен сені сүйемін, Мадина. Және сенің мәңгі менімен болғаныңды қалаймын. Ал анаң ше? Деп сұрады қыз ақырын. Бұл менің өмірім, оныкі емес, деді Данияр нық дауыспен. Мен оның бақылауынан, айла шарғыларынан шаршадым. Мен сенімен болғым келеді. Бұған ешкім кедергі келтіре алмайды. Мадина оны құшақтады. Иә, мен саған тұрмысқа шығамын. Данияр мен Мадинаның некелесетіні туралы хабар бүкіл қалаға тез тарады. Роза Бибіқызының ашудан жарыла жаздаған туралы айтылды. Ол баласының қоңырауларына жауап беруді тоқтатып, сатқынды көргім келмейді деп, оған отбасылық активтерге баратын барлық жолды жауып тастады. Бақытжан Ибрагимұлы бұл жаңалықты естігенде
Мадинаға күтпеген жерден жаңа қызмет ұсынды. Компанияның құжаттарға қол қою құқығы бар өкілетті өкілі. Бірақ мені мұнда істегеніме небәрі бірнеше ай болды қой, деп таңғалды Мадина. Және осы уақыт ішінде өз құзыреттілігіңізді дәлелдедіңіз, деді Бақытжан Ибрагимұлы. Оның үстіне маған сенімді адам керек. Роза биби қызымен жағдай жақын арада шиеленісе түседі деп қорқамын. Не айтқыңыз келіп тұр? Мадина сақтана сұрады. Бақытжан Ибрагимұлы жымиды. Жақында білесіз. Ал әзірге некелесулеріңізбен құттықтаймын және осы қуанышты атап өтуді ұсынамын. Сол кеште ол Мадина мен Даниярны қаланың үздік мейрамханаларының біріне шақырды. Шай үстінде Бақытжан Ибрагимұлы жастық шағын, бизнесті қалай бастағанын айтып берді. Білесіздер ме, неде мен Роза биби қызы осыншама бітіспес бәсекелеспіз, деді ол кенет. Өйткені бір кездері біз серіктес болғамыз. Оған дейін студент кезімізде жұп едік. Ой, таңғалмаңыздар. Ол жастардың есеңгіреп қалғанын көріп күлді. Ол баяғыда кеңес заманында болған. Бірге оқыдық, армандадық. Кейін 90-шы жылдар келді. Ақша табу мүмкіндігі туды, Роза өзгеріп кетті. Ол үшін билік пен ақша адамнан маңыздырақ болып кетті. Сондықтан бізге көмектесіп жүрсіз бе? Данияр тіке сұрады. Анаммен ескі есебіңіз болғандықтан ба? Ол да бар, деп шынын айтты Бақытжан Ибрагимұлы. Бірақ ең бастысы, мен сендердің бойларынан бір кездері өз бойымнан және Розаның бойынан көрген қасиеттерді көрдім. Ниеттеріңіздің тазалығын, әділдікке деген сенімдеріңізді, махаббаттарымызды көрдім. Және сендердің хикаяларың біздікінен жақсырақ аяқталады деп сенгім келеді. Үйге қайта жолда Данияр ойға батты. Өз анасы туралы мұндай нәрсені есту бір түрлі екен. Роза биби қызы жастық шағы, бизнесті қалай бастаған туралы ешқашан айтпайтын. Мүмкін? Сондықтан ол біздің үйленуімізге қарсы шығып жатқан болар, деді Мадина. Мүмкін. Біз оған өзі жоғалтып алған сезімдерін еске түсіретін шығармыз. Солай болуы да мүмкін, деді Данияр Мадинаның қолын қысып. Қалай болғанда да. Мен оған махаббат пен мансап бір-біріне кедергі болмау керек екенін дәлелдеймін. Тойға дайындық қызу жүріп жатты. Данияр тойдың қарапайым болуын қалады. Тек жақын достар. Ешқандай арқы салтанат емес. Мадина бұған риза болды. Ол қымбат киінген бай қонақтардың ортасында өзін ыңғайсыз сезінер еді. Мамырдың бір шуақты таңында, тойға бір апта қалғанда, Мадинаға бір бейтаныс адам хабарласты. Өзін Сергей Павлович деп таныстырған ер кісі Роза биби қызының орынбасары екенін айтып, тез арада кездесуді өтінді. Не үшін? Мадина сақтана сұрады. Сізбен Данияр үшін маңызды ақпарат бар, деді ол. Бұл Роза биби қызының жоспарларына қатысты. Олар қала шетіндегі тыныш кафенің бірінде кездесті. Сергей Павлович елулердегі, көзіне шаршау байқалатын, аздап қобалжыған адам екен. Ол артына жиі-жиі қарап, біреу аңдып жүргендей сезінетін сияқты. Роза биби қызы сіздерге қарсы бір нәрсе дайындап жатыр, деді ол, даяшы кеткен бойда. Толық білмеймін, бірақ ол қатты ашулы. Тойдың алдында бұл кедей қызды өз орнына қоямын деп отыр. Неге бізді ескертіп отырсыз? Мадина оған сынап қарады. Сергей Павлович кесесін айналдырып отырып. Мен Роза биби қызымен 15 жыл істеп келемін. Оның жолына кедергі болған адамдардың тағдырын қалай құртқанын талай көрдім. Бірақ бұл жолы өз баласы туралы сөз болып тұр. Бұл тіпті ол үшін де тым артық. Ескерткеніңізге рахмет, деді Мадина. Бірақ нақты неден сақтануымыз керек? Білмеймін, деп басын шайқады ол. Бірақ абай болыңыздар, әсіресе жұмыста. Ол Бақытжан Ибрагимұлымен бірдене жоспарлап жүрген сияқты. Сіз қол қоюға тиіс құжаттар туралы жиі айтады. Мадина бұл әңгімені Даниярға айтты. Анам кек алуды жақсы біледі, деді Данияр түнеріп. Бірақ қазір ол не істей алатынын елестете алмаймын. Мен қажылық жағынан тәуелсізбін. Сен оның жауы.
Бақытжан Ибрагимовна істейсің. Мүмкін тойды шегере тұрармыз, деді Мадина. Ешқашан, деді Данияр нық. Біз оның айтқанымен ол сызған сызықпен жүрмейміз. Тек абай болайық. Тойға 3 күн қалғанда Бақытжан Ибрагимовнаның өзі хабарласты. Мадина, ертең Достық маркеттің бас кеңсесіне баруымыз керек. Онда маңызды құжаттарға қол қойылады. Достық маркетке ме? Неге? Мадина құлағына сенбей қалды. Мен оның компаниясының бақылау пакетін сатып алдым. Бақытжан Ибрагимовнаның даусынан нық сенімділік байқалды. Роза Бибі қызы бұл туралы әлі білмейді. Ертең ресми түрде жариялаймыз. Маған сол жерде өз өкілім керек. Мадинаның бойы мұздап кетті. Сонда сіз мені Роза Бибі қызына жету үшін ғана пайдаландыңыз ба? Олай емес, деп Бақытжан қарсылық білдірді. Мен бұл келісімді бұрыннан жоспарлағанмын. Бірақ сізбен Даниярдың қарым-қатынасын білгенде, мұның тағдыр екенін түсіндім. Бұл жаңалықты Роза Бибі қызына сізден артық кім жеткізе алады? Бұл өте төмен әрекет. Мадина ашудан булығып әрең сөйледі. Сіз бізді өз ойындарымызға араластырдыңыз. Бизнес. Бұл бизнес, деді Бақытжан суық қана. Оның үстіне Роза Бибі қызының сізге қалай қарағанын еске түсіріңізші. Ол осындай қарым-қатынасқа лайық емес пе? Мадина телефонды қойып, аң-таң болып отырып қалды. Даниярға бәрін айтқанда, ол да қатты таңғалды. Бұл нағыз сұмдық қой, деп күбірледі ол. Ибрагимұлы, бізді анама қарсы өзінің жеке кегі үшін пайдаланып отыр. Енді не істейміз? Мадина диванға оның қасына отырды. Данияр ойланып қалды. Анам мен Бақытжанның арасында не болса да, біз олардың қолжаулығы болмауымыз керек. Бірақ акциялардың сатылғаны рас болса, мүмкін бұл жағдайды өзгертудің мүмкіндігі шығар. Қалайша? Мадина оған күдікпен қарады. Бақытжан қатал болса да әділетті басшы. Оның қол астында компания этикалық нормаларды сақтай бастауы мүмкін, деп түсіндірді Данияр. Мәс саған. Бәлкім анам ақыры өзінің бизнес жүргізу әдістерінің тиімсіз екенін түсінер. Мадина екіұдай күйде қалды. Сен менің ертең сол жерге барып, осы қойылымның мүшесі болғанымды қалайшын ба? Шешім өзіңде. Данияр оның қолын ұстады. Бірақ есіңде болсын. Бақытжан сені тегін таңдаған жоқ. Ол сенің бойынан мен көрген қасиеттерді көрді. Намыстылықты, зеректікті және адалдықты. Егер ертең сол жерде болсаң, мүмкін жағдайдың дұрыс бағытқа бұрылуына әсер ете аларсың. Ұзақ ойланғаннан кейін Мадина баруға бел буды. Бақытжанның кек алу жоспары үшін емес. Роза Бибі қызымен арадағы осы бір бітіспес текетіреске ақыры нүкте қою үшін. Достық маркеттің бас кеңсесі қала орталығындағы биік, шынымен қапталған ғимарат. Мадинаны ішіндегі салқын ауа мен күзетшілердің күдікті көзқарастары қарсы алды. Бақытжан Ибрагимұлы оны күту залында күтіп тұр екен. Үстінде қымбат костюм, жүзінде жеңімпаздың суық жымиысы бар. Келгеніңізге қуаныштымын. Ол Мадинаға папканы ұсынды. Мұнда иесінің ауысқанын растайтын барлық құжаттар бар. Директорлар кеңесі хабардар етілді. Роза Бибі қызы қазір жоғарғы қабатта жиналыс өткізіп жатыр. Біз сонда 15 минуттан кейін көтерілеміз. Мадина папканы дірілдеген қолмен алды. Мұным қаншалықты дұрыс, білмеймін. Сіз әділдік жолындасыз, деді Бақытжан. Роза Бибі қызы жылдар бойы арам тәсілдерді қолданды. Енді соған жауап беретін уақыт келді. Жоғарғы қабаттағы мәжіліс залында 30 шақты адам жиналыпты. Бөлім басшылары, топ менеджерлер, тіпті бірнеше журналистер де бар екен. Роза Бибі қызы ортада. Өзіне сенімді. Паң киіпте. Үстіне аппақ костюм киіп бірді. Ол компанияның жаңа даму стратегиясы туралы айтып жатқанда, есік ашылып, Бақытжан мен Мадина кіріп келді. Залдың іші су сепкендей тынышталды. Роза Бибі қызы сөзін орта жолдан бөліп, қатып қалды. Оның жанарынан шок пен ашуды байқауға болатын еді.
Бұл не деген басыну? Оның даусы сабырлы естілгенімен, үстелді ұстаған саусақтарының буындары ағарып кетті. Бұл дегеніміз, Роза Бибі қызы, мен енді достық маркеттің бақылау пакетіне иелік етемін, деп Бақытжан жымиды. Және жаңа бас директорды таныстыруға келдім. Мәссаған, бұл сандырақ. Роза Бибі қызы мысқылдап күлді. Сенде мұндай ақша болуы мүмкін емес. Құжаттарды тексеріңіз. Бақытжан Мадинаға иек қақты. Қыз үстелге папканы қойды. Бәрі заңды. Роза Бибі қызы қағаздарды парақтай бастады. Оның жүзі біртіндеп бозарып кетті. Ақыры ол басын көтеріп Мадинаға қарады. Ал сен мұнда не істеп жүрсің? Менің жеңілісімді тамашалауға келдің бе? Мен мұнда Бақытжан Ибрагимұлының өкілі ретінде келдім, деп Мадина сабырмен жауап берді. Роза Бибі қызының жүзі ашудан тыжырайып кетті. Сен мұның бәрін алдын ала жоспарлағансың. Маланның сеніміне кіріп алып, өзің Ибрагимұлына жұмыс істегенсің. Олай емес. Мадина бойын тік ұстады, бірақ іштей дірілдеп тұр еді. Мен Даниярды Бақытжан Ибрагимұлы туралы білмей тұрып ақ жақсы көрдім. Және қазір мұнда біреудің жеңісін тойлау үшін келгенім жоқ. Онда не үшін келдің? Деп сыбырлады Роза Бибі қызы. Мадина жауап бергісі келіп еді. Бақытжан сөзін бөліп жіберді. Әңгіме бітті. Роза Бибі қызы, сіз бүгіннен бастап бас директор қызметінен босатылдыңыз. Мадина Соколова істі сізден қабылдап алуға өкілетті. Не? Мадина есеңгіреп Бақытжанға бұрылды. Мұндай әңгіме болған жоқ қой. Сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Роза Бибі қызының даусынан суық зіл сезілді. Мына кедей келінмен құрған компанияны басқара ма? Уақытша. Мен тұрақты директор тағайындағанша, деп Бақытжан басын изеді. Мадинаның талдау қабілетіне де, адалдығына да менің сенімім кәміл. Роза Бибі қызы Мадинаға қарады. Оның жанарында ашу мен қорлықтың арасында бір ерекше құрмет ұшқыны жылт еткендей болды. Демек, сен мен ойлағаннан да ақылды болып шықтың ба? Әлде сатылып кеттің бе? Деді ол ақырын. Бұл сөз Мадинаның намысына қатты тиді. Ол өмір бойы өз абыройын сақтау үшін күресіп келген еді. Кенет залына Данияр кіріп келді. Ол айналасына қарап, бозарып кеткен анасын, жеңіске масаттанған Ибрагимұлы мен аң-таң болып тұрған Мадинаны көрді. Мұнда не болып жатыр? Деді ол Мадинаның қасына келіп. Сенің қалыңдығың біз ойлағаннан да пысық екен, деді Роза Бибі қызы ащы мысқылмен. Ол менің компаниямды тартып алу үшін Ибрагимұлын да істеп жүріпті. Енді менің орныма директор болмақ. Олай емес, деп Мадина айқайлап жіберді. Бірақ Бақытжан тағы да араласты. Мен Мадинаға бұл қызметті бүгін күні ғана ұсындым, Данияр. Және ол бұған осы бөлмедегілердің бәрінен де лайық. Роза Бибі қызы кенет еңсесін тіктеп алды. Жанарында сұмдық бір от жылт етті. Жақсы. Егер бәрін корпоративтік ойын ойнағыларың келсе, ойнайық. Мадина, сен директор болғың келе ме? Онда жаңа басшының алғашқы міндетінен баста. Менің бәтеңкемді тазалап бер. Зал іші су сепкендей тынышталды. Бақытжан қабағын түйді. Роза Бибі қызы, бұл нағыз бассыздық. Жоқ. Ол менің орныма отыруға қаншалықты дайын екенін көрсетсін. Роза Бибі қызы креслоға жайғасып, қымбат туфлиін созды. Қане, Мадина, тізерле. Мансап үшін қалай бас ию керек екенін бәріне көрсет. Данияр алға шықты. Мама, доғарыңыз. Бірақ Мадина оны қолмен тоқтатты. Ол Роза Бибі қызына ұзақ қарап тұрды. Оның жанарында қорлық та, ашу да. Бірақ сонымен бірге нық шешім бар еді. Жақсы, деді ол ақырын. Бәрі таңғалғаннан демін ішке тартты. Мадина баяу ғана Роза Бибі қызының алдына тізерлеп отырды.
Сөмкесінен орамалын шығарып, әйелдің онсыз да тап-таза туфлиін асықпай сүртті. Бөлмедегілердің ешқайсысы бұл көріністі бөлуге батылы бармады. Жұмысын бітірген соң, Мадина орнынан тұрды. Ол еңсесін тік ұстап, Роза Бибі қызының көзіне тіке қарады. Сөзіңізді орындадым, Роза Бибі қызы. Сіз билікке мас болғаныңыз соншалық. Адамгершілікті ұмытып кетіпсіз. Бірақ менің де айтар сөзім бар. Ол айналасындағыларға бұрылды. Бақытжан Ибрагимұлы, маған директорлық қызметті менің келісімімсіз ұсынды. Мен бұл қызметтен бас тартамын. Бақытжан таңғалды. Мадина, біз келістік қой. Жоқ, Бақытжан мырза. Сіз келістік. Мен тек тыңдадым, деді Мадина нық дауыспен. Мен сіздің жеке кегіңіздің құралы болғым келмейді. Бірақ мен компанияның жаңа иесінің өкілі ретінде сізге, Роза Бибі қызы, бүгіннен бастап жұмыстан босатылғаныңызды ресми түрде хабарлаймын. Жеке бас араздығы үшін емес, сіздің бизнес әдістеріңіз жаңа басшылықтың этикалық ұстанымдарына қайшы келген үшін. Ол Даниярға бұрылды. Жігіттің көзінен таңғалу мен мақтаныш сезімін көруге болатын еді. Және бұл шешімді сіздің ұлыңыз да толық қолдайды. Зал іші зілдей тыныштыққа бөленді. Роза Бибі қызы креслосынан баяу көтерілді. Ол кенет тым кішкентай әрі дәрменсіз көрініп кетті. Демек бәрін шешіп қойған екенсіңдер қой. Оның даусы шашаңқы естілді. Құттықтаймын, Бақытжан. Сен ақыры дегеніне жеттің. Ал сен, Данияр, мен өз баламнан мұндай сатқындық күтпеп едім. Сізді ешкім сатқан жоқ, мама, деді Данияр ақырын. Мен тек дұрыс деп санайтын жолды таңдадым. Сіз де кезінде солай істегенсіз қой. Роза Бибі қызы үнсіз ғана заттарын жинап, есікке беттеді. Табалдырықта тоқтап, артына бұрылмастан. Не істеп жатқандарыңды білесіңдер деп үміттенемін. Өйткені компанияны басқару бұл өзгенің құрғанын қирату емес, деді де шығып кетті. Ол кеткен соң залда шу басталды. Бақытжан Ибрагимұлы Мадинаға келді. Сіз мен күтпегенде әрекет еттіңіз. Бірақ бұл ең бұрыс шешім болған шығар. Мені кешіріңіз. Сізді осындай ыңғайсыз жағдайға қалдырғаным үшін. Мен мұнда келуді өзім шештім, деді Мадина. Бірақ біреудің ойынына қатысу үшін емес. Осы шиеленіске нүкте қою үшін. Және компания сізге өткен соң, оны Роза Бибі қызына қарағанда әділ басқарасыз деп сенемін. Уәде беремін, деді Бақытжан байсалдылықпен. Мен сіздің компанияда қалғаныңызды қалаймын. Бірақ басқа қызметте жеткізушілермен жұмыс істеу бөлімінің басшысы ретінде. Мадина Даниярға қарады. Ол ақырын ғана басын изеді. Мен бұл ұсыныс туралы ойланамын. Бірақ қазір бізге кету керек. Тойға 2 күн қалды. Жұмыс көп. Ғимараттан шыққанда Данияр Мадинаны қатты құшақтады. Мен сені мақтан тұтамын. Сенің жанағысын мен тек әжем үйреткендей істедім, деді Мадина жайлап. Ұят болады деп, намысыңды таптатпа. Тіпті тізерлеуге тура келсе де, еңсеңді түсірме деуші еді. Үйге қайта жолда екеуі де үнсіз қалды. Тек кіреберісте Данияр тіл қатты. Анама тізерлеп тұрғаныңды көргенде, жүрегім тілініп кеткендей болды. Мадина оған таңырқай қарады. Көңілің қалды ма? Жоқ, деді Данияр басын шайқап. Керісінше таңғалдым. Менің қолымнан келмейтін нәрсені істедің. Осынша қорлықтың ортасынан еңсеңді тік ұстап шықтың. Білесің бе, мен өмір бойы анамнан, оның суықтығынан, билігінен қорқып өстім. Ал сен бұл кедергіден жай ғана аттап өттің. Мен мұны жұртқа көрсету үшін істегенім жоқ, деді Мадина ақырын. Мен оған билігі тек қорқынышқа негізделгенін түсіндіргім келді. Ал сол қорқыныш жоқ жерде ол дәрменсіз. Қалай ойлайсың, ол түсінді ме? Данияр күмәндана сұрады. Білмеймін, бірақ ол жұмыстан босатылған естігенде, оның көзінен тек ашуды емес, таңғалуды, бәлкім бір құрметті көргендей болдым. Мамамның құрмет дегенін не екенін білетініне сенімді емеспін, деп Данияр ащы жымиды.
Ол үшін тек бағыну немесе қарсы шығыр деген ғана ұғымдар бар. Мүмкін, деп Мадина басын изеді. Бірақ ол жеңілістің себебі Бақытжан Ибрагимұлының әлакерлігінде емес, өзінің әдістерінде екенін іштей сезген шығар. Ол одақтастарын жоғалтты, жау жинады. Бизнесті цифрлар емес, адамдар жасайтынын ұмытып кетті. Олар Мадинаның пәтеріне көтерілді. Данияр бірден ас үйде барып, шәйнек қойды. Осы бір қарапайым қамқорлық Мадинаның жүрегін елжіретіп жіберді. Осыншама драмадан кейін олардың өміріне тыныштық қайта оралып жатқандай еді. Ал Бақытжанның ұсынысы ше? Расымен оны қабылдайсың ба? Деп сұрады Данияр, кеселерді дайындап жатып. Мадина ойланып қалды. Білмеймін. Бір жағынан бұл үлкен мүмкіндік. Екінші жағынан осы оқиғалардан кейін бәрін жаңа парақтан бастағым келеді. Бұл хикаямен байланысы жоқ жерде. Түсінемін, деді Данияр. Қандай шешім қабылдасан да, мен сені қолдаймын. Сол сәтте есік қоңырауы шыр ете қалды. Екеуі бір-біріне таңырқай қарады. Бұл уақытта ешкімді күтпеген еді. Данияр есікті ашуға кетті. Сәлден соң Мадина оның есеңгіреп қалған дауысын естіді. Мама? Табалдырықта Роза Бибіқызы тұр екен. Үнемі мінсіз жүретін бояулары жоқ. Қарапайым костюм киген ол, бұрынғыдан әлдеқайда кәрі әрі дәрменсіз көрінді. Кіруге бола ма? Оның даусы әдеттегіден бәсең шықты. Данияр үнсіз жол беріп, анасын неге кіргізді. Роза Бибіқызы айналасына көз тастап, жүзіне сәл ғана жымиыс жүгірді. Жайлы екен. Мен де жатақханадан шығып, алғашқы пәтеріме көшкенде осындай жерде тұрғанмын. Бұл күтпеген сөз ауада ілініп қалды. Мадина ыңғайсызданып шай ұсынды. Роза Бибіқызы ас үйдің кішкентай үстеліне ешкім шақырмаса да жайғасты. Сөйлесуіміз керек, деді ол. Данияр қабағын тыйып, не туралы, мама? Біз туралы ма? Әлде компания жайлы ма? Болашақ туралы, деді ол, қолын үстел үстіне қойып. Мадина оның әдеттегідей күтілген қолдарының тырнақтары бұл жолы мүжілгенін байқап қалды. Мен достық маркетті жоғалттым. Бақытжан менің қателіктерімді пайдаланып, мені жеңді. Ол Мадинаға қарады. Бүгін сенікі дұрыс болды. Мен білікке тым мас болып, адамгершілікті ұмытып кеттікпін. Сол үшін жазамды алдым. Мама, мен... Данияр сөзін бастап еді. Роза Бибіқызы қолын көтеріп, оны тоқтатты. Сөзінді аяқтауға мүмкіндік бер, балам. Мен мұнда ақталу үшін келген жоқпын. Мен іскерлік ұсыныспен келдім. Ол қайтадан Мадинаға бұрылды. Бақытжан саған қызмет ұсынды ғой, солай ма? Иә, бірақ мен әлі жауап берген жоқпын, деді Мадина абайлап. Мен саған бұдан да үлкен мүмкіндік ұсынамын. Роза Бибіқызының жанарында баяғы іскерлік ұшқын пайда болды. Мен достық маркетті нөлден бастап құрдым. Ол жерді менен артық ешкім білмейді. Бақытжан жақсы кәсіпкер. Бірақ менің тәжірибем мен байланыстарымсыз ол компанияны дөңгелете алмайды. Сонда не ұсынып отырсыз? Мадина әңгіменің қайда бара жатқанын сезді. Альянс, деп кесіп айтты Роза Бибіқызы. Сен Бақытжанды мені операциялық директор қызметіне қайтаруға көндіресің. Мен компанияға бақылаудың бір бөлігін қайтарамын. Ал сен... Ол кідіріп қалды. Сен менің Даниярмен некелесуіне ақ батамды аласың. Және мен сендердің өмірлеріне бұдан бұлай ешқашан араласпаймын. Ас үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Сіз мәміле ұсынып отырсыз, деді Мадина жайлап. Менің Бақытжанға ықпалым сіздің біздің өмірімізге керекпеуіңізге айырбастала ма? Дәл солай, деді Роза Бибіқызы. Бұл нағыз бизнес. Ал егер мен бас тартсам ше, деді Мадина оған тіке қарап. Онда маған компанияға оралудың басқа жолдарын іздеуге тура келеді. Роза Бибіқызы иығын қиқандатты. Және ол жолдар бұлай бейбіт болмауы мүмкін. Мама, Данияр ашуланып кетті. Тағы да баяғы әдетіңіз бе?
Мен өз құрған дүнием үшін күресемін, балам. Мені құрметтейтін адамдармен ғана серіктес болуға дайынмын. Тіпті бұрын жау болсақ та. Мадина үнсіз отырып, жағдайды саралады. Ұсыныс қауіпті әрі тартымды еді. Роза бибі қызымен татуласу өмірлерін жеңілдетер еді. Бірақ бұл әйелге сенуге бола ма? Мен Бақытжан үшін шешім қабылдай алмаймын, деді ол ақыры. Бірақ мен оған сіздің ұсынысыңызды жеткізе аламын. Дегенмен, менің де шартым бар. Қандай? Роза бибі қызы жиырылып қалды. Сіз жұмыс істеу әдістеріңізді өзгертуіңіз керек, деді Мадина нық дауыспен. Жеткізушілерге қысым көрсету, каспи мен айла-шарғы жасау, жұмысшыларды бопсалау, бұған жол берілмейді. Барлық келісім шарттар адал орындалуы тиіс. Роза бибі қызы ойланып қалды. Бұл бизнесті қиындатады, бірақ оны тұрақты етеді, деп Мадина сөзін жалғастырды. Сіз компанияны нашар басқарғандықтан емес, жауларыңыз көбейіп кеткендіктен жоғалттыңыз. Басқа акционерлер де сізден шаршағандықтан үлестерін сатып жіберді. Роза бибі қызының жанарынан таңғалу нышаны білінді. Бұл сөзінің қисыны бар. Жақсы, мен бұл шартқа келісемін. Тағы бір нәрсе, деп қосты Мадина. Бұл мәміле болмайды. Мен сіздің оралуыңыз үшін Бақытжанды манипуляцияламаймын. Мен тек сіздің ұсынысыңызды және өз пікірімді жеткіземін. Шешімді ол өзі қабылдайды. Бұл әділ, деді Роза бибі қызы сәл кідіріп. Есесіне адал, деп Данияр мақтанышпен Мадинаға қарады. Роза бибі қызы шайын ішіп бітіріп орнынан тұрды. Жақсы, мен айтарымды айттым, ойланыңдар. Ол есікке беттеп бара жатып, кенет тоқтады. Айтпақшы, той туралы. Егер қарсы болмасаңдар, мен барамын. Ол кеткен соң екеуі ұзақ отырды. Оған сенесің бе? Деп сұрады Данияр. Білмеймін. Бірақ адамдарға мүмкіндік беру керек. Тіпті сенің анаңа да. Келесі күні Мадина Бақытжан Ибрагимұлы мен оның кеңсесінде кездесті. Ол Роза бибі қызының ұсынысын және өз шарттарын жеткізді. Сіз расымен оған сенуге болады деп ойлайсыз ба? Бақытжан күмәндана сұрады. Мен оған мүмкіндік беру керек деп ойлаймын, деді Мадина. Ол бұл компанияны өз қолымен құрған. Және ол өзгеріп жатты. Мен кеше соны көрдім. Бақытжан саусақтарымен үстелді қағып отырып ойға шомды. Білесіз бе, мен Розамен 15 жыл бойы соғысып келемін. Оның жығылғанын көруді армандап едім. Бірақ солай болғанда, мен күткенде рақат сезімін сезіне алмадым. Кек алу ешқашан шынайы бақытқа келмейді, деп Мадина жайлап тіл қатты. Сіздікі дұрыс, және Розаның мәселесінде де сіздікі дұрыс болуы мүмкін. Мен оның ұсынысы туралы ойланамын. Ал сіз ше? Қызмет туралы шештіңіз бе? Мадина сәл ғана кідіріп. Мен бұл ұсыныстан бас тартамын. Осынша ашудан кейін бұл компанияда істеу мен үшін қиын болады. Сөз көп болады, деді. Бақытжан басын изеді. Кешке ол Мадинаға қоңырау шалды. Мен Розаның шарттарына келістім. Ол жұмысқа оралады. Бірақ сынақ мерзіммен және біз бірге жасаған жаңа этикалық ережелерді сақтау шартымен. Той күні шуақты болды. Мадина тым сәнді емес, бірақ өзіне өте жарасымды, пісте түсті биязы көйлек таңдады. Данияр сұр костюмде өте сымбатты көрінді. Рәсім Есентай өзенінің жағасындағы жайлы мейрамханада өтті. Ресми бөлім аяқталып жатқанда есіктен Роза бибі қызы кіріп келді. Үстінде ашық түсті костюм, қолында ақ раушан гүлдері бар. Ол жастарға келіп, гүлді Мадинаға ұсынды. Құттықтаймын. Бір-біріңді бағалаңдар. Даниярның көзіне жас іріктелді. Рахмет, мама. Роза бибі қызы ұлын құшақтап, сосын Мадинаға бұрылды. Жанарында өкініш табы байқалды. Менің сендерге сыйлығым бар. Бірсі екеуіне. Ол Мадинаға конверт ұсынды. Ішінде Данияр мен Мадинаның атына жазылған, қала маңындағы 2 қабатты коттедждің құжаттары бар екен. Мама, бұл...
Данияр таңғалып қалды. Сен өскеней, деді Роза бибі қызы. Мен қала орталығынан пәтер алдым. Ал бұл үй отбасында қалу керек. Онда балаларға орын көп. Ол соңғы сөзін ақырын, сәл қысылып айтты. Мадина тебіреніп кетті. Бұл өте үлкен сыйлық. Рахмет сізге. Мен саған әділ болмадым, Мадина, деді Роза бибі қызы күтпеген жерден. Соны түзегім келеді. Данияр үшін емес, сенің өзің құрметке лайық болғаны үшін. Бұл сөздерді жұрт алдында айту Роза бибі қызы үшін өзі берген еден де қымбатқа түсті. Мадина мұны сезді және бағалады. Рәсімнен кейін би басталып, жұрт еркін араласа бастағанда, Мадина шетте сусын ішіп тұрған Бақытжан Ибрагимұлына жақындады. Сізді мұнда көремін деп ойламаппын, деді ол шынын айтып. Роза өзі шақырды, деді ол аздап қысылғандай болып. Бұл біздің жаңа іскерлік қарым-қатынасымыздағы ізгі ниеттің белгісі болады, деді. Ал ол қарым-қатынастарыңыз қалай жүріп жатыр? Деп Мадина қызығушылық танытты. Оңай емес, деп мойындады Бақытжан. Екеуміз де басқаруға үйреніп қалғанбыз. Бірақ таңғаларлығы, бізден жақсы команда шықты. Розаның іскерлік түйсігі мен өзгелер тек мәселе көретін жерден мүмкіндік таба білетін қасиеті таңғалдырады. Мадина жымиды. Тіл табысқандарыңызға қуаныштымын. Бақытжан Мадинаға байыппен қарады. Мен әлі де сіздің компаниядағы жұмыстан бас тартқаныңыз өкінішті деп есептеймін. Сізде көп адамда жоқ қасиет бар. Түрлі деңгейдегі адамдармен тіл табысып, ортақ мәміле таба білесіз. Менің басқа жоспарларым бар, деді Мадина жұмбақтай жымиып. Бірақ ұсынысыңызға рахмет. Бал айын жас жұбайлар Сарыағашта өткізді. Ешқандай экзотикасыз. Жайлы шипажай, тыныш саябақ, кешкілік қол ұстасып серуендеу. Осыншама дүрбеленнен кейін екеуі де дәл осындай демалысты армандаған еді. Білесің бе, мен өмірімде бірінші рет расымен демалып жатқандаймын, деді Данияр шипажайдың саябағында Мадинаның қасында отырып. Кішкентай кезінде анам демалыстың өзін іскерлік кездесулермен араластырып жоспарлайтын. Кейін өзім де сол жарыс қатысып кеттім. Университет, жұмыс, тәуелсіздігімді дәлелдеу үшін қосымша табыс іздеу. Ал қазір тек өз-өзіммен бола аламын. Мадина оның шашынан ақырым сипады. Роза бибі қызының баласы емес, әділдік үшін күрескер емес, жай ғана Данияр. Менің жарымсың. Жігіт оны өзіне тартып, бетінен сүйді. Бұл менің өмірімдегі ең басты рөлім. 2 апта бір күнде өте шықты. Қалаға оралған соң, олар Роза бибі қызы сыйлаған үйге көшті. Шеткері аудандағы, айналасын ескі алма ағаштары қоршаған кең коттедж. Оларды жоғары төбелі бөлмелердің салқындығымен қарсы алды. Мен төбесінен су ағатын ескі панелькада өстім. Мұндай үйде тұрамын деп ешқашан ойламаппын, деді Мадина бөлмелерді аралап жүріп. Мұндағының бәрі қандай сапалы? Анам әрқашан сенімділікті бағалайтын, деп Данияр басын изеді. Мұндағы әрбір бөлшек ондаған жылдар бойы қызмет ету үшін таңдалған. Мына есіктің тұтқаларын көрдің бе? Бұл үй салынған 90-шы жылдардың соңында Германиядан арнайы алдырылған. Мадина қолмен ағаш панельді сипап өтті. Саған бала кезінде мұнда тұруын айтын ба еді? Данияр ойланып қалды. Иә, бірақ ішім пысатын. Анам жұмыстан кеш келетін. Мен күтушімен қалатынмын. Ал үй сондай үлкен. Ішінде ешкім таппайтындай тығылып қалуға болатын еді. Енді мұнда бәрі басқаша болады, деді Мадина сеніммен. Біз бұл үйді күлкімен әңгімеге толтырамыз. Ал кейінірек, мүмкін сәбидің дауысы шығар. Данияр оны құшақтады. Тек асықпайшы. Жақсы. Мен де алдымен өзіміз үшін өмір сүріп, еркіндіктің дәмін татқым келеді. Өмір бірте-бірте өз арнасына түсті. Данияр заң фирмасындағы жұмысына оралды. Бірақ енді ол негізінен корпоративтік құқықпен айналысып, ірі компаниялармен дауласқан кіші бизнес өкілдерінің мүддесін қорғады. Ал Мадина көпшілікті таңғалдырып, бизнес саласына оралмады.
Оның орнына колледжде экономикадан сабақ бере бастады. Неге мұғалім? Деп таңғалды Роза Бибі қызы үйлену тойынан бір ай өткен соң отбасылық кешкі ас кезінде. Сенің қабілетіңмен бизнесте үлкен мансапқа жетуге болатын еді ғой. Өйткені маған жастармен, әсіресе жағдайы төмен отбасылардан шыққан балалармен жұмыс істеген ұнайды, деп жауап берді Мадина. Мен өзімге сондай болдым. Шаблетім болса да, мүмкіндігім аз еді. Егер мен сол студенттердің ең болмаса бірнешеуіне өз жолын табуға көмектесе алсам, бұл кез келген корпоративтік жетістіктен маңыздырақ болады. Роза Бибі қызы басын шайқады. Түсінбеймін. Бірақ таңдауыңды құрметтеймін. Бұл сөздер Мадина үшін кез келген мақтаудан артық еді. Енесімен қарым-қатынасы оңай болмаса да, бірте-бірте жылына бастады. Роза Биби қызы бәрін бақылауда ұстауды қойып, қолдау көрсетуді үйренді. Ал Мадина енесінің әрбір ескертуін жеке басына тию деп қабылдауды тоқтатты. Қала шетіндегі үй жаңа өмірмен тыныстай бастады. Мадина бау-бақшамен айналысып, әжесі жақсы көретін гүлдерді отырғызды. Демалыс күндері оларға Мадинаның ауылдағы әжесі келіп тұратын. Басында ол мұндай зәулім үйден қысылып, сақтанып жүргенімен, кейін үйреніп кетті. Тіпті бағбанмен достасып алды. Мына балаң нағыз алтын ғой, дейтін ол Мадинаға Даниярдың көгал шауып жатқанын көріп. Ерке болып өспеген еңбекқор екен. Осындай баяныдан туса да, қолынан бәрі келеді. Бірде олардың тыныш өмірін күтпеген қонақтар бұзды. Сенбі күні таңертең Мадина Гүлзарда, ал Данияр бақшадағы орындықты жөндеп жатқанда. Қақпа алдына қымбат қара көлік тоқтады. Көліктен Бақытжан мен Роза Бибі қызы түсті. Екеуінің де қолында іскерлік папкалар. Мама, Бақытжан аға, бір нәрсе болды ма? Данияр құралдарын жинап, қонақтардың алдынан шықты. Бізге сенің заңгерлік кеңесің керек, балам, деді Роза Бибі қызы. Ол әдеттегіден гөрі қобалжулы көрінді. Кешір, ескертусіз келгенімізге, бірақ іс өте шұғыл. Үйге кіріңіздер. Мадина есікті айқара ашты. Мен қазір шай дайындаймын. Қонақ бөлмесінде Бақытжан бірден құжаттарды жайып салды. Бізде мәселе туындап тұр. Бір алматылық ірі фирма біздің біріккен бизнесімізді жұтып қойғысы келеді. Олар сүр схемаларды пайдаланып, акцияларды басқа адамдар арқылы сатып алып жатыр. Ең сорақысы, деп қосты Роза Бибі қызы. Олар маған қарсы кезінде өзім қолданған әдістерді пайдалануда. Қазір мен мұның қаншалықты әділетсіз екенін көріп отырмын. Данияр анасына таңырқай қарады. Сіз өз әдістеріңіздің қате болғанын мойындап тұрсыз ба? Олардың маған қарсы жұмыс істеп жатқанын мойындаймын, деп нық жауап берді Роза Бибі қызы. Я, Мадина мен Бақытжан мені адал бизнестің болашағы зор екеніне көндірді. Бірақ қазір моральдық пікірталастың уақыты емес. Бізге компанияны сақтап қалу керек. Сөйтіп маған келдіңіздер ме? Данияр әлі де таңданысын жасыра алмады. Сен қаладағы корпоративтік құқық саласындағы ең үздік заңгерсің, деді Роза Бибі қызы жай ғана. Және сен менің ұлымсың. Мұндай жағдайда мен басқа кімге сене аламын? Бұл сөздер Даниярдың жүрегіне жылу ұялатты. Ол Мадинаға қарап еді. Әйелі басын изеп, қолдау көрсетті. Содан кейін ол құжаттарға үңілді. Келесі бірнеше сағат рейдерлік шабуылға қарсы стратегияны талқылаумен өтті. Роза Бибі қызы, Бақытжан және Данияр Мадинаға түсініксіз цифрлар мен заң терминдері тілінде сөйлесті. Ол оларға кедергі келтірмеу үшін бөлмеден шығып, түскі ас қамына кірісті. Бойын ерекше бір сезім биледі. Күйеуі үшін мақтаныш, енесінің өзгергеніне таңғалу және тағдырдың тәлкегіне деген ризашылық сезімі араласып кетті. Бір кездері Роза Бибі қызы Мадинаны кедей деп менсінбей, баласына лайық көрмеп еді. Енді ол өздерінің үйінде көмек сұрап отыр. Даниярдың кәсібилігін мойындап, Мадинаның өмірлік ұстанымдарының дұрыстығын іштей сезініп отырғандай. Талқылау аяқталып, қонақтар кететін кезде Данияр сұрады. Мама,
Сіз расымен бизнеске деген көзқарасыңызды өзгерттіңіз бе? Әлде бұл мәжбүрліктен бе? Роза Биби қызы сәл кідіріп, сөз таңдағандай болды. Білесің бе балам, менің өмірімде қателігімді мойындаған сәттер аз болды. Мен ешкімге құлақ аспай, тек алға ұмтылатынмын. Бұл маған табыс әкелгенімен, соңында жалғыз қалдырды. Қазір мен басқаша жұмыс істеуді үйреніп жүрмін. Я, бұл бір жағынан мәжбүрлік. Мен енді компанияның жалғыз қожайыны емеспін. Бірақ екінші жағынан, бұл менің саналы таңдауым. Ол Мадинаға қарады. Сенің жарың маған тіпті тізерлеп тұрып та, намысты сақтауға болатын көрсетті. Бұл мен үшін ешқашан ұмытылмайтын сабақ болды. Қонақтар кеткен соң Данияр Мадинаны құшақтады. Естідің бе? Анам қателескенін мойындады. Бұл мен үшін заң саласындағы кез келген жеңістен артық. Мадина күліп жіберді. Асыра сілтеме. Ол тек бәріміз сияқты жаңа жағдайда өмір сүруді үйреніп жатыр. Күз жаңа өзгерістер әкелді. Мадина жағдайы төмен отбасылардан шыққан талантты балаларды қолдау үшін қайырымдылық қорын ашу идеясына ден қойды. Колледжде сабақ беріп жүріп, ол білімге құштар. Бірақ қаражаты жоқ қаншама студенттерді көрді. Бұл іске асады деп ойлайсың ба? Деп сұрады ол Даниярдан. Менде қор ашуда тәжірибе жоқ қой. Есесіне, бізде бизнес ортада байланыстар көп, деп Данияр жымиды. Заң жарынан мен көмектесемін. Таңғаларлығы, бұл идеяны бірінші болып Роза Биби қызы қолдады. Ол тек қаржылай көмек ұсынып қана қоймай, ұйымдастыру жұмыстарына да көмектесіп, қаланың басқа кәсіпкерлерін тартты. Сен бұл жобаға неге сонша қызығушылық таныттың? Деп сұрады бірде Мадина, қордың тұжырымдамасымен жұмыс істеп отырып. Роза Биби қызы біраз үнсіз қалды. Бәлкім, мен де кезінде сондай қабілетті, бірақ қарапайым отбасынан шыққан қыз болғандықтан шығар. Маған жолым болып, кеңес заманында тегін білім алдым. Ал қазір көптеген дарынды жастардың жолы жабық. Сенен мұндай сөз естимін деп ойламаппын, деп Мадина шынын айтты. Мен әрқашан тасбауыр іскер әйел болған жоқпын, деді Роза Биби қызы мұлайып. Бір кездері Данияр туылмай тұрып, Бақытжан екеуміз әлемді жақсы жаққа өзгерткіміз келетін. Кейін 90-шы жылдар келді. Ақша табу мүмкіндігі туды. Роза өзгеріп кетті. Ол үшін билік пен ақша адамнан маңыздырақ болып кетті. Сіздер қайтадан сол армандарыңызға оралып жатқан сияқтысыз, деді Мадина жымиып. Роза Биби қызы басын изеді. Қаланың түрлі оқу орындарынан келген 10 студентке алғашқы шәкіртақы тағайындалды. Бұның біз үшін қаншалықты маңызды екенін білсеңіздер қой, деді шәкіртақы иегерлерінің бірі. Нұрлы жүзді, ақылды, қара көз қыз. Анам үшеумізді жалғыз өзі өсіріп отыр. 2 жерде жұмыс істейді, бірақ бәрібір жетпейді. Енді бұл көмектің арқасында мен қосымша жұмыс іздемей, тек оқуыма көңіл бөле алатын болдым. Мадина оны тыңдап отырып, өз басынан өткен қиындықтарды, оқу мен жұмыс арасында шар құрғаған кездерін есіне алды. Енді өзі сияқты жастарға қол ұшын соза алатынына іштей қуанып, жүрегі жылыды. Рәсім аяқталған соң, Бақытжан Ибрагимұлы Мадинаны бос аудиторияда қағаз жинап жатқан жерінен тапты. Білесіз бе? Мен сізден қателеспекпін, деді ол бірден. Сізге жұмыс ұсынғанда мен тек пысық маманды емес, ішкі рухы мықты адамды көрген едім. Міне, енді өз орныңызды таптыңыз. Бұл уақытша қой, деп Мадина қысылып қалды. Әзірге сабақ беріп, қорды дамытып жүрмін. Кейін балалар өскенде көрерміз. Балалар? Бақытжан қасын көтерді. Мадинаның беті ду етіп қызарып кетті. Даниярға әлі айтқан жоқпын. Жақында ғана білдім. Иә, бізде сәби болады. Құттықтаймын, деді Бақытжан шын жүректен. Роза Биби қызы әже болатын естісе, бақыттан бас айналатын шығар. Үміттенемін. Мадина ененің реакциясына әлде сенімсіз еді. Тек өтініш. Оған айтпаңызшы. Реті келгенде өзім жеткіземін. Әрине, деп Бақытжан басын изеді. Бірақ күмәніңіз болмасын.
Ол адам танымастай өзгерді. Мүмкін сіз қалағандай мінсіз емес шығар, бірақ жақсы әже болуға шамасы жетеді. Сол күні кешке Мадина мен Данияр үйінің верандасында жылы пледке оранып отырды. Таңертеңгілік шөп басын қырау шалғанымен, күндіз әлі де күздің шуақты күндері жалғасып жатқан. «Сүйінші», деді Мадина күйеуінің қолын алып, өз ішіне қойды. «Біз ата-ана боламыз». Данияр сілейіп тұрып қалды. Сосын жүзіне бақытты күлкі үйірілді. Бұл керемет қой. Қашан білдің? Өткен аптада, қордың ашылуымен айналысып жүргенде, көңіліңді бөлгің келмеді. Ақымағым-ау. Данияр оны өзіне қатты қысып құшақтады. Бұл әлемдегі ең маңызды жаңалық қой. Олар ұзақ уақыт құшақтасып отырып, болашақ сәбилері оның бөлмесін қалай безендіретіні, қандай кітаптар оқып беретіні туралы армандады. «Апама айту керек», деді Данияр. Ол қуанғаннан төбесі көкке жететін шығар. «Расымен бе?» Мадина әлде секемшіледі. Енесінің ешқашан немере сүйгісі келетіні туралы айтқанын естімепті. «Маған сен. Ол соны күтіп жүр», деді Данияр нық сеніммен. «Тек біз ренжісіп жүргенде бұл туралы ойлауға өзіне рұқсат бермеген шығар». Келесі күні олар Роза Бибі қызын кешкі асқа шақырды. Мадина қобалжып жүріп, ененің сүйікті асын дайындады. Апай келгенде, Данияр сөзді ұзартпай бірден жеткізді. «Мама, сүйінші, бізде бала болады. Сіз әже боласыз». Роза Бибі қызының жүзінен Мадина бұрын соңды көрмеген шынайы қуаныш байқалды. Үнемі сабырлы, эмоциясын бақылап ұстайтын әйел бұл жолы қуаныштан көз жасын тыя алмады. «Бұл маған айтылған ең жақсы хабар», деді ол. Кәдімгі паңбығын жинап қойып, Мадинаны құшағына алды. «Кім болатын білесіңдер ме? Ұл ма, қыз ба?» «Әлі ерте», деп Мадина жымиды. «Дәрігер бәрі жақсы дейді. Тек жынысын 1-2 айдан кейін білеміз. Ұл болсын, қыз болсын, бәрібір». Роза Бибі қызы бойын тіктеп алды, бірақ жанары әлі нұрланып тұр еді. «Ең бастысы бала аман есен, дені сау болсын. Сендер бақытты болсаңдар болды». Осы бір қарапайым, шынайы сөздер келін мен ененің арасындағы соңғы мұзды ертіп жібергендей болды. Олар түн жарымына дейін сәбидің болашағы, керек жарақтар мен балалар бөлмесін жабдықтау туралы әңгімелесті. «Маған көмектесуге рұқсат берерсіздер деп үміттенемін», деді Роза Бибі қызы кетерінде. «Ақшалай емес, оны өздерінде табасыңдар. Ақыл кеңесімен, қолғабысымен көмектесем деймін. Мен жұмыс істеп жүріп, Даниярдың балалығын өткізіп алдым. Немеремде сол қателікті қайталағым келмейді». «Әрине, мама». Мадина ененің қолын нық қысты. «Біздің баламыздың бағы бар екен. Оған көп нәрсе үйрететін ақылды әжесі болады». Роза Бибі қызы кеткен соң, Данияр Мадинаны құшағына алды. «Көрдің бе? Мен саған ол өзгерді дедім қой». «Иә, бәріміз де өзгердік», деп Мадина басын изеді. «Бұл тек жақсылыққа». Көктем ерте келді. Наурыздың ортасында қала гүлдей бастады. Ал сәуірде Данияр мен Мадинаның бақшасындағы алма ағаштары бүршік жарып, айнала ақшыл қызғылт түске бөленді. Мадина верандадағы креслода отырып, күннің шуағына жылынып, бағбанның жұмысын бақылағанды ұнататын. Іші де едәуір білініп қалған. «Сен бүгін ерекше сұлусың». Данияр оған шай әкеліп, қасына жайғасты. Ішіңнен бір нұр төгіліп тұрғандай. «Бұл гормондар шығар» деп Мадина ішін сипап жымиды. «Дәрігер бәрі жақсы дейді». «Мынау нағыз Даниярдың өзі болады», деді Данияр мақтанышпен. «Толмай жатып мінезін көрсетіп жүр». «Немесе тура Мадинаның өзі», деп Мадина көзін қысты. «Әжемнің айтуынша, мен де өте пысық қыз болғанмын». Ақпан айында олар қыз бала күтіп жүргендерін білді. Роза Бибі қызы бұл жаңалықты ерекше қуанышпен қарсы алды. «Керемет! Қыздар ақылдырақ, тиянақтырақ болады».
Бабушкасының империясын одан әрі дамытады әлі, деді ол жылы жымиып. Мадина ененің қалжымдап тұрғанын, бірақ ар жағында үлкен мейірім барын сезді. Содан бері Роза биби қызы немересіне керек жарақ дайындауға білек сыбана кірісті. Ол жиі киім кешек жіберіп тұратын. Олар тым қымбат немесе жылтырақ емес. Өте сапалы әрі ыңғайлы еді. Мадина ененің бұрынғы паңдығынан бұлай арылғанына таң қалды. Білесің бе, бала кезімде менде мұндай әдемі ойыншықтар болмады, деп ағынан жарылды бірде Роза биби қызы. Анам маған құрақтан қуыршақ тігіп беретін. Әкем ағаштан ойып жасап беретін. Мүмкін, сондықтан мен байлыққа ұмтылған шығармын. Балам ештеңеден тарықпасын дедім бекен. Ал соңында не болды? Деп сұрады Мадина абайлап. Роза биби қызы ойланып қалды. Ешкімге ұқсамайтын дүние бердім. Бірақ ең бастысын, өз уақытымды, мейірімімді, түсіністігімді бере алмадым. Енді сол қателікті немереммен түзеткім келеді. Мұндай ашық әңгімелер жиілей бастады. Жаңа ұрпақты күту барысында Данияр мен Мадинаның отбасы өз құндылықтарын қайта қарап жатқандай еді. Бақытжан мен Роза биби қызы жас отбасына жиі келіп тұратын. Олардың іскерлік одағы бірте-бірте ескі достыққа, тіпті жылы сезімдерге ұласа бастағандай көрінді. Жаңа белес қайырымдылық қоры да қарқынды дамыды. Босынатын уақыты жақындағанда, Мадина жұмысты өзі сияқты кезінде қиындық көрген, бірақ мақсатына жеткен сенімді орынбасарына тапсырды. Бірде кешке Данияр мен Мадинаның үйіне күтпеген қонақтар келді. Роза биби қызының бұрынғы орынбасары Сергей Павлович, достық маркеттің бұрынғы үш жеткізушісін ертіп келіпті. Олар кезінде компаниядан сотта жеңіліп, қиын жағдайда қалған еді. Мазалағанымыз үшін кешіріңіз, деді Сергей Павлович қысылып. Бірақ бұл кісілер сізбен жеке жолығып алғыс айтқысы келеді. Қонақтардың бірі ақ шашты байсалды қария Мадинаға гүл ұсынды. Біз сіздің қорымыз туралы естідік. Онда тек студенттерге емес, қиындыққа тап болған кәсіпкерлерге де көмек береді екенсіздер. Иә, бізде микронесие, заңгерлік кеңес беру бағыттары бар, деді Мадина. Менің балам сондай көмек алды, деді қария тебіреніп. Мен достық маркетпен соттасқаннан кейін банкрот болып есеңгіреп қалған едім. Балам өз жолын таба алмай жүргенде, сіздің қордың арқасында кішігірім наубайхана ашты. Қазір ісі алға басып жатыр. Мадина риза болды. Көмегіміз тигеніне қуаныштымын. Бірақ ең қызығы сол, деді қария сөзін жалғап. Сол наубайханаға инвестиция салғандардың ішінде Роза биби қызының өзі бар екен. Ол өзі келіп, нанымыздың дәмін татып, серіктес болуды ұсынды. Өткендегі қателіктерін жуып, шайғысы келетінін айтты. Данияр мен Мадина бір-біріне таңғала қарады. Роза биби қызы бұл туралы тіс жармаған еді. Қонақтар кеткен соң, Данияр ойланып. Анам расымен де өміріне басқа көзқараспен қарай бастаған сияқты. Мүмкін, оған бір серпіліс керек болған шығар, деді Мадина. Кейде адамдар нағыз құндылықтарды түсіну үшін қолындағы барды жоғалтып алу керек болады. Немесе одан да маңызды нәрсені табуы қажет. Данияр әйелінің шын сипады. Мысалы, жақында әже болатын білу сияқты ма? Медина Данияр қызы мамырдың шуақты күнінде дүниеге келді. Бәрі сәтті өтіп, келесі күні ақ Мадина құттықтауларды қабылдай бастады. Роза биби қызы перзентханаға ескі күміс қасыға келді. Бұл біздің әулеттің жәдігері. Маған әжем берген. Оған өз анасы берді. Бұл бақыт әкеледі дейді. Мадина қолындағы кішкентай шаранаға қарап, енесіне таңдана көз тастады. Осыдан бір жыл бұрын осы пан әйелдің сәбиді иіскеп, әулеттің дәстүрлерін айтып отыратынын біреу айтса, сенбес еді. Қолымызға алғыңыз келе ме? Деді Мадина. Роза биби қызы сәбиді абайлап құшағына алды. Оның суық жанарынан төгілген мейірімді көргенде, Мадина: «Міне, Роза биби қызының нағыз жүзі. Тасбауыр іскер әйел маскасының астында осындай жан барына шүкір», деп ойлады.
Мен әрқашан қыздар мандаған едім, деп ағынан жарылды Роза Бибі қызы Мединаны тербетіп отырып. Бірақ тағдыр солай болды. Енді Мединаның келуімен маған екінші мүмкіндік берілгендей. Сол сәтте палатаға үлкен гүл шоғымен Данияр кірді. Оның артында қысылып қымтырылып Бақытжан Ибрагимұлы келе жатыр. Бақытжан, сен де келдің бе? Роза Бибі қызы таңғалып қалды. Әрине, деді Бақытжан байсалды ғой. Бұл менің ең жақын бизнес серіктесімнің немересі ғой. Оның даусынан Мадина бір нәрсені байқағандай болды. Соңғы айларда Бақытжан да өзгерген, жүзі жылған. Тек бизнес серіктесіңіз бе? Деп Данияр анасы мен Бақытжанға қарап көзін қысты. Роза Бибі қызы сәл қызарып кетті де, Данияр, баланың алдында ұят болады, деп тыйып тастады. Бәрі күліп жіберді. Ал Медина болса, бабушкасының сөзін растағандай, бар даусымен жылап қоя берді. Уақыт сынаптай сырғып жатты. Медина денсаулығы мықты, пысық қыз болып өсті. Зерек ақылы мен ешкімге бағынбайтын еркін мінезі бірден байқалатын. Данияр 2 жасар қызының далаға шыққанда ойыншықтарын өзі таңдап, өз деген істетіп жатқанын көргенде, тура әжесінен айнымаған, деп күлетін. Мадина болса, қайырымдылық қорындағы жұмысына қайта оралды. Бірақ енді ол негізінен стратегиялық даму мәселелерімен айналысып, күнделікті жұмысты сенімді командасына тапсырды. Олардың ұйымы аймақтағы беделді күшке айналды. Қор тек студенттер мен жас кәсіпкерлерге көмектесіп қана қоймай, жағдайы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған арнайы білім беру бағдарламаларында іске қосты. Медина 2 жарымға толғанда бүкіл әулет Роза Бибі қызының туған күніне орай мерекелік дастархан басына жиналды. Алма ағаштары гүлдеп тұрған бақ ішіндегі үлкен үстелде тек туыстар ғана емес, жақын достары, Бақытжан Ибрагимұлы, Сергей Павлович әйелімен және Роза Бибі қызының бұрынғы әріптестері болды. Тәттілер тартыла бастағанда мереке иесі күтпеген жаңалық жариялады. Жақын жүрген бауырларым, сендерге айтар бір хабарым бар. Бақытжан екеуміз некелесуге шешім қабылдадық. Үстел басында сілтідей тыныштық орнады. Бұл тыныштықты кішкентай Мединаның шыңғырған даусы бұзды. Мәссаған, әжем тұрмысқа шығады. Жұрт ду күліп құттықтай бастады. Данияр анасын құшақтады. Ақыры шешім қабылдаған екенсіз қой, мама. Сіздер үшін өте қуаныштымын. Ештен кеш жақсы, деді. Роза Бибі қызы біраз қысылғанымен жүзінен бақыт нұры төгіліп тұрды. Біз бұл жаста уақытты босқа өткізудің реті жоқ деп шештік. Оның үстіне Бақытжан екеуміздің таныс болғанымызға 40 жылға жоқ тапты. Осы жылдар бойы мен үмітімді үзбеген едім, деді Бақытжан қалыңдығының қолын ақырын қысып. Тіпті екеуміз бітіспес бәсекелес болып жүргенде де, Розаның мен шын сыйлайтын жалғыз әйел екенін іштей білетінмін. Ол сәл кідіріп қалды. Сезімін жұрт алдында білдіруге үйренбегені көрініп тұрды. Және жақсы көресің бе? Деп Роза Бибі қызы жымиып сөзін жалғады. Бақытжан, бұл сөзден қорықпа. Біз одан тым ұзақ қашып келдік қой. Түскі астан кейін қонақтар бақ ішіне тарап кеткенде, Мадина енесін алма ағашының астындағы орындықта отырған жерінен тапты. Қасында Медина құммен ойнап жүр екен. Мадина қасына жайғасқанда Роза Бибі қызы. Қарашы, мына қыз күн өткен сайын саған ұқсап барады. Тура өзің сияқты қайсар әрі намысты, деді. Бұл мақтау ма, әлде сын ба? Деп күлді Мадина. Әрине мақтау, деді Роза Бибі қызы байсалды дауыспен. Білесің бе, осы жылдар ішінде мен көп нәрсені түсіндім. Сенің намыстылығың мен алған бетінен қайтпайтын мінезің баламды бақытты етті. Сен менің алдында бас иемедің. Пайда үшін арыңды сатпадың. Сол үшін де менің құрметіме ғана емес, махаббатыма да ие болдың. Мадина бұл сөзге қатты тебіренді. Мұндай ағынан жарылуды енесінен күтпеген еді.
Ал мен 60 жасымда кезінде мансап үшін бетін қайтарған адамыма тұрмысқа шығамын деп ойламаппын, деді Роза бибі-қызы. Бақытжан мен Даниярның әңгімелесіп тұрған жағына қарап. Өмір тосын сыйларға толы екен, солай емес пе? Бақытты сәттерді көре білу керек қой, деп Мадина басын изеді. Сіз соны көре білдіңіз. Роза бибі-қызы кенет Мадинаның қолын қысты. Сол күні кеңседе мен сені бәтеңкемді тазалауға мәжбүрлегенде, сен менің бетіме түкіріп кетуге толық хақым бар еді. Бірақ сен намысыңды сақтай отырып, маған үлкен сабақ бердің. Ол сәт тек сенің ғана емес, менің де өмірімдегі бетбұрыс болды. Мен ол кезде тек ішкі түйсігіммен әрекет еттім, деді Мадина ақырын. Әжемнің ешқашан намысыңды таптатпа. Тіпті тізерлеуге тура келсе де, еңсеңді түсірме деген сөзі есіме түсті. Ақылды әйел екен, деді Роза бибі-қызы күрсініп. Өкінішті бұл күнді көре алмай кеткені. Мадинаның әжесі өткен қыста дүниеден өткен еді. Ол шөбересін көріп, немересінің бақытты өміріне куә болып, тыныш аттанды. Ол бізбен бірге, деді Мадина жайлап. Біздің жадымызда, Мединаның оған ұқсаған жанарында. Олар біраз уақыт үнсіз отырып, ойнап жүрген бүлдіршінге қарап, осы бір тыныштықтың рахатын сезінді. Апа, әже, қарандаршы. Медина қолындағы бір затын көрсетіп жүгіріп келді. Көріндерші, не тауып алдым? Оның кішкентай саусақтарының арасында ескі құмға көміліп жатқан тиын жылтырап тұр екен. Нағыз қазына ғой бұл, деп жымиды Роза бибі-қызы. Білесің ме, Медина, кейбір адамдар өмір бойы қазына іздеп өтеді. Бірақ нағыз байлықтың дәл қашында екенін байқамайды. Нағыз байлық, міне, осы. Ол бақты, иді, жиналған жұртты қолымен көрсетті. Бір-бірімізге беретін мейіріміміз бен махаббатымызда, деді ол. Мадина енесін таңырқай әрі ризашылықпен тыңдап отырды. Бұрынғы қатал, тек ақша мен билікті ойлайтын Роза бибі-қызынан ізде қалмағандай. Оның орнында қарапайым нәрселерді бағалай білетін дана әйел отырды. Мама, Роза апай, бері келіңіздер, деп Данияр дауыстады. Қонақтар жиналды, тортты кесеміз. Олар орындарынан тұрды. Роза бибі-қызы кенет Мадинаны құшағына алды. Бәрі үшін рахмет саған, балам. Бұл қарапайым сөз кез келген ұзақ тілектен де артық еді. Оның ішінде ризашылық та, кешірім де, ең бастысы қабылдау бар еді. Мадинаның енесінен күткені де осы болатын. Медина екі әйелдің де қолынан тартып, тезірек, тезірек, шамдарды үрлейміз, деп асықтырды. Олар бақ ішімен жүріп келе жатты. Әжесі, немересі және кезінде билікке мас болған әйелге қарыстырып, бәрінің тағдырын өзгерткен жас келін. Кешкі ауада бақытты жандардың күлкісі мен алма ағаштарының сыбдыры естіледі. Олар осы бақытты сәтке дейін ұзақ әрі ауыр жолдан өтті. Әрқайсысы өз жолмен келсе де, соңында бір шаңырақтың астында табысты. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар.